Мақтарал ауданында 2005-2006 жылы туылған жасөспірімдер арасында футболдан біріншілік болып өтті. Нашақорлық және есірткі саудасына қарсы халықаралық күрес күніне орайластырылған шара Атакент кентінің спорт кешенінде ұйымдастырылды. Нашақорлық пен есірткіге қарсымыз атты ұранымен жарысқа қатысуға көршілес аудандардан Жетісай, Сарыағаш, Келес, Шардара аудандарына жас спортшы командалар жиналған. Түркістан облысы футбол федерациясының бас хатшысы келіп, командаларға сәттілік тіледі. Мұнан соң Қазақстан Республикасының әнұраны ойнап, көк туымызға қарай сап түзеген жасөспірім доп шеберлері жарысқа толық дайын екендіктерін көрсетті. Алдағы уақытта жоспарларымыз жасөспірімдер арасында футболды кеңінен дамытып, ауданның футбол несін облыстық республикалық жарыстарда жүлделі орындардың қатарынан көрінетін қылып жасөспірімдерді спортқа баулу. Өте тартысты өткен шара барысында жасөспірім балалар шеберлігімен, сормергендігімен және де ептілігімен оза шауып бір-біріне жақсы қарсылас бола алды. Аталмыш шараның негізгі мақсаты өсіп келе жатқан жас буынды салауатты өмір салтын ұстануға шақыра отырып, зиянды есірткі, нашақорлыққа қарсы тәрбиелеу болып табылады. Бүгінгі жарысымызды бастадық, нақтылы қалса 6 команда қатысып жатыр. Балдар жақсы ойын көрсетіп жатыр. Спортқа деген қызығушылығы салыстыра келетін болсақ, қазіргі жағдайда өте жоғары болып тұр. Неге десек, өйткені балдарымыз өте көп келіп жатыр. Тек футбол емес, түрлі спорттарға өзімізде жәндегі баскетбол, волейбол, жекпе-жек түрлері бар. Өте көп балдар келіп, қызығушылығымен жастары қатысып жүр. Сайыс соңында футболдан өздерінің ептіліктерін танытып, қарсыластарына оза шапқан Сарыағаш ауданының командасы бірінші орынға табан тіресе. Мақтарал ауданы 2-ші орында, ал Жетісай ауданы 3-ші орынға аяқ басқан. Айта кетейік, жеңімпаздар мен жүлдегерлер арнайы кубокпен және де медальдармен, заттай сыйлықтармен марапатталды. Бақнұр Ісімбет, Рысбек Асанұлы, ақпарат Мақтарал ауданынан.